Осы қаржы әлемінде мынандай бір танымал теория бар. Сол теорияны әдетте қаржылық сауаттылықты насихаттайтын кісілер, жалпы негізі қаржылық сауаттылықты насихаттайтын емес, вообще байлықты адам өз қолымен табуы мүмкін екенін сенетін адамдардың барлығы осы бір оқиғаны жақсы айтады. Осы оқиғаға мен басында мүлде сенбейтінмін, бірақ ақырын уақыт өте келе қолымда ақша көбейе бастағанда, капиталым көбейе бастағанда, шынымды айтайын, бұл оқиғаның шын екеніне сене бастадым. Сонымен қандай оқиға? Айталық, елестетіңіздер, бүкіл әлемде қазір 8 миллион адам өмір сүреді, 8 миллиард адам өмір сүреді. Сол 8 миллиард адамдардың ішінде бізде алғашқы 1% бар, өте бай адамдар. Мысалы, Америкада 280 миллион адам шамасында өмір сүрсе, соның 24 миллионы ол $1 миллион бар миллионерлер. Қазақстанда, мысалы, бізде 20 миллиард адам өмір сүрсе, соның 50 мыңы $1 миллион бар миллионерлер. Яғни топ 1% бүкіл әлемде, тіпті топ 1%-те де ашығыр, топ 0,5%, 0,3% миллионерлер бар деп есептейік. Және одан жоғары миллиардерлар и так далее. Сондай байлар бар. Қалған көпшілігі онша қатты бай емес адамдар. Енді қазір біреу тұрып, бұл негізі әділетсіздік. Біреудің қолында көп ақша, біреудің қолында аз ақша бар, әділетсіздік. Сондықтан давайте бүкіл ақшаның барлығын жинап алайық та бір жерге, бүкіл адамдарға теңдей бөліп берейік десе. Не болатын еді? Басында адамдар кәдімгідей, кейбір адамдар қатты қайғырады, байлар әрине, бірақ осыған дейін кедей болған адамдар тақиясын алып аспанға лақтырып керемет қуануы мүмкін, біраз жерлерде инфляция көтеріліп кетуі мүмкін, әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Бірақ уақыт өте келе бұрынғы, айталық бір 5-10 жылдың ішінде мүмкін, одан да ұзағырақ уақыттың ішінде, бұрынғы сценарий қайтадан өте бір-біріне ұқсас болады. Яғни, бұрын бай болған кісілер қайтадан бай болады, бұрын кедей болған кісілер қайтадан кедей болады. Сондай бір сенім бар. Бұның шын немесе өтірік екеніне шешімді өздеріңіз бересіздер, бірақ жеке өзім бұның шындыққа жақын екеніне сене аламын. Мысалдар келтірейік. Мысалы, естеріңізде ме? Қазақстанда МС Сайлаубек деген кісі болған, Ол бір танымал болып кетті де көп ақша тапты, бірақ қайтадан сол бұрынғы жағдайларына қайтып келіп жатыр. Әдетте айналаңызда қараңыздар, көршілеріңіз бар, басқа кісілер бар, өмір бақи көп ақша тауып жүрмеген, бірақ қолына аяқ астынан бір көп ақша түссе, қанша уақыт сол көп ақшадан олар бай болып жүреді. Әдетте, мысалы, үйі бар болса, үйін сатса, сол қолындағы ақшаны басқа бір жерге салмаса, әйтеуір қайда кетіп қалғанын түсінбей қалдым. Әйтеуір жұмсап жіберді деген сияқты бір әңгімелерді айтады. Яғни, неге ондай болады? Неге бұрын кедей болған адамдар қайтадан өзінің кедейлік жағдайына қайтып оралады, орташа болғандар орташасына қайтып оралады, бай болғандар байлығына қайтып оралады? Себебі ақшаның белгілі бір ережесі бар. Байлықтың ережесі бар. Яғни, кейбір адамдар ақшаны қалай өзіне тарту керек екенін біледі, кейбір адамдар оны білмейді. Яғни, ол әрине тәжірибемен келеді, ол әрине тек қана тәжірибе жеткіліксіз, ол әрине, мысалы, кейбір отбасылар, династиялар болады ғой, ата-анасы бай болған, олардың ата-анасы бай болған, ол бір отбасының ішіндегі тәрбие арқылы келеді, әртүрлі себептермен келеді, білім арқылы келеді, бірақ келеді. Дәл осы теорияға мен сенем, және бүгін мен сіздерге осы бір ақшаның ережелері туралы айтқым келеді. Бірақ бұл ережеден айту процесі кезінде сіздерге қандай бір этаппен айтқым келеді. Жалпы байлықтың деңгейлері деген дүниемен айтқым келеді. Яғни, қандай деңгейде болсаң сен өзің бай боласың, немесе қандай деңгейдегі адамдар өздерін жақсы сезінеді, және олар қандай ережелер арқылы сол деңгейді көтеруге болады деген дүниені айтқым келеді. Бірден айтайын, бұл менің жеке өзімнің сенетін дүнием, ол әлемдегі соңғы ақиқат, немесе менің ғана сөзім дұрыс, мені тыңдаған адамдар, осы жерге комментарийға жазатын адамдар, сендердікі қате деген менің ешқандай пікірім жоқ. Бірақ менімен келіспесеңдер, онда міндетті түрде, осы YouTube'да дизлайк деген бар ғой әлі, менімен келіспесеңдер, міндетті түрде дизлайк басыңдар. Не үшін келіспейсіңдер, сол ойларыңды осы видеоның астында комментарийға жазыңдар. Бірақ максималды конструктивті жазсаңыздар екен. Анандай емес.
ой, сен шашың қисық, сондықтан мен саған сенбеймін, андағы костюмың не пәле жараспайды, сондықтан сен ақымақсың. Ондай әңгімелер қажет емес та, диванда жатып. Жоқ, нақты. Мына сөзіңде былай айттың, бағанағы теорияда да оның қарсыластары мысалы көп. Осы сөзіңде былай айттың, бұл жермен келіспейді екен деп жазып отырыңыздар. Мен ары қарай өзімнің пікірлерімді айта берейін. Сонымен байлықты қандай деңгейлерге бөлем? Тағы да атап өтейін. Қазақстанның ішінде тұрып қай кезде біз қаржылық еркіндіктің, қаржылық еркіндіктің байлықтың қандай деңгейінде екенімізді өзіміз анықтайық, және келесі деңгейге көтерілу үшін не істеу керек екенін бағыттайық. Ең алдымен Қазақстанда өте көп кездесетін деңгей, ол мен нөлден төмен деңгей деп атайық. Ол дегеніміз, сіздің кредитіңіз бар, сіздің қарызыңыз бар, рассрочкаңыз бар, әртүрлі да. Әрине, сіздің белгілі бір жұмысыңыз болуы мүмкін, ай сайын тұрақты немесе тұрақсыз бір табысыңыз болуы мүмкін, бірақ олардың барлығы сіздің жалпы капиталыңызды есептесек, нөлден төмен болуы мүмкін. Осы жерде капитал деген не екенін айтып өте салайық. Сіздің бар мүлкіңіз, ақшаңыз, депозиттегі ақшаңыз, акцияңыз, облигацияңыз, қолыңызда не бар? Соның барлығының ақшалай эквивалентінің қосындысы бар. Солардан бүкіл қарыздарыңыз азайтып тастаса, қандай сан қалады? Сол сіздің таза капиталыңыз болсын. Енді қарайық. Капитал болғанда балансыңыз болсын. Енді қарайық. Сіздің капиталыңыз нөлден төмен деген сөз, яғни бар мүліктеріңіздің бағасынан қарыздарыңыз қымбатырақ. Мүмкін сіз кредиттасыз, мүмкін бірнеше кредитіңіз бар, мүмкін қарыздарыңыз бар, мүмкін басқа бар. Бұндай деңгей, менің ойымша, ол кедейлік деңгей. Менің ойымша кедейлік деңгей. Кейбіреулер болады, ой, байлар бар, анандай қарызда жүретін байлар, ол қарызда жүретін байлар ешқашан болмайды, олар да кедей. Қарызда жүретін байлар бар, бірақ олардың мүлкі сол қарызынан 2 есе 3 есе көп адамдар, бірақ сіздің егер де қарыздарыңыз мүлкіңізден көп болса, капиталыңыздан көп болса, онда сіз кедейсіз. Осы кедейлік деңгей. Бұл кедейлік деңгейдің негізгі ерекшеліктері қандай? Әдетте адамдар мойындағысы келмейді. Әдетте кредитті келесі кредитін жабу үшін алады. Әдетте бұндай деңгейге не үшін түседі? Жоспардың жоқтығынан түседі. Әдетте ең басты қателік ертеңгі болатын күнді біз алдын ала нақты біліп тұрған сияқты боламыз да, ертеңгі жұмсау керек ақшаны бүгін жұмсап тастаймыз. Сөйтеміз да ертеңгі ерке боланның жейтін нанын бүгін тартып жеп қоямыз. Өте жиі кездескен шығарсыздар анандай сөздерді. Брат, маған қарызға ақша бере тұр. Ертең бір темадан түседі, ертең тендердан шығады, ертең мынау береді, сол кезде саған қайтарам. Қазір мына жерге салып жіберу керек болды. Сондай бір дүниелерге ақшалар көп кетеді да. Немесе аяқ астынан біз болашақты жоспарламаймыз. Мысалы, ай сайын ақша түсіп тұрады, соның бір бөлігін жинамағандықтан аяқ астынан бір проблема шығып қалады. Ол проблема мысалы денсаулықтың проблемасы болуы мүмкін, немесе жұмыс болмай қалады, немесе әртүрлі бір штраф түсіп қалады, страховка бірдей. Сондай проблемалар болып қалады да, сол проблеманы шешу үшін біз қарыз алуымызға тура келеді. Бірақ бұның басты себебі ол жағдайдың қиын болғанынан, немесе Қазақстанда өмір сүрудің қиын болғанынан, әлемнің қиын болғанынан емес, қарапайым біздің жоспарлау горизонтымыздың төмен болғаннан. Егер де біз жоспарлау білмесек, онда біз осындай проблемаларға тап болған кезде олардан қалай құтылу керек екенін білмейміз. Альтернативті жағдайда, мысалы, сіз айына тіпті 200-300 мың тапсаңыз да, айына бір 20 мың теңгеден жинап жүрсеңіз, аяқ астынан болатын қиындықты сол ақшамен жабуға болатын еді, бірақ сондай жасамадық та. Яғни осындай ситуация бұл байлықтың дейміз бе, әйтеуір қаржылық жағдайдың бірінші деңгейі 0 деп атайық. Екінші деңгей, мен ары қарай тек қана осы капитал мен баланспен ғана сөйлеймін. Екінші деңгей ол 1 миллион теңге. 1 миллион теңге. 1 миллион теңге оның қалтасында бар. Немесе 1 миллион теңгенің мүлкі бар, 1 миллион теңгеге акциясы бар, 1 миллион теңгеге облигациясы бар, басқасы бар. Бұндай кезде біз өзімізді не бай деп атай алмаймыз, не құрған кедей деп атай алмаймыз, тіпті орташаға жетпейтін деңгей деп атайықшы. Себебі 1 миллион теңгеңіз қалтаңызда болса, ол тек қана ақша күйінде болмауы мүмкін, бір сағат күйінде басқа болуы мүмкін, сіз сатып ақшаға айналдыра алатын. Ондай кезде сіз қаржылық еркіндік туралы, пассив кіріс туралы сөйлесу қиын. Сіз осы кезде пассив кіріс жинауды бастауыңыз керек. Яғни 1 миллион теңгесі бар адамның жалақысы, мысалы, адам 2 миллион, 3 миллион, 4 миллион, 5 миллион емес, әдетте ең көп кездесетін ол 300-400 мың жалақы, содан жинап, мүмкін 1 миллион жинаған, жинап, мүмкін бір дүние сатып алған, MacBook сатып алған, компьютер сатып алған, оның барлығы ақша, сондай деңгей. Бұл деңгейде
Әдетте адамдар кішкене жоспарлауды более-менее біледі, бірақ әлі инвестицияның не екенін білмейді. Әлі пассив кірісті қалай жасау керек екенін білмейді. Олар әдетте ақшасын жинайды, қажет дүниесін сатып алады. Ақшасын жинайды, қажет дүниесін сатып алады. Немесе 20-25 жаста, яғни өзінің карьерасын жаңадан бастап жатқан адамдар. Осындай кезде ең жақсы рекомендация, келесі деңгейге шығуға жақсы рекомендация, ақшаны ең бірінші доллармен жинай бастау, яғни сізге 6 айға жететіндей, тағы да басқа жететіндей ақшаны доллармен жинай бастау. Одан кейін ақырындап акция, облигация деген дүниелерді ақырындап зерттей бастау. Бірақ тек қана акция, облигация емес, сонымен қатар сіз ай сайын түскен табыстың бір бөлігін білімге жұмсауды керек. Себебі сізді жаңа табыстың деңгейіне шығаратын ол білім. Білім деген не обязательно тек қана қаржылық сауаттылықта. Білім деген мысалы Каспиде товарды қалай сатамыз, немесе өзіңіздің салаңызда суретші болсаңыз қалай жақсырақ сурет саламыз. Маркетолог болсаңыз маркетинг бойынша білім әртүрлі да. Осындай деңгейге бөлуге болады. Бұл ең төменгі деңгейлердің бірі. Ары қарай келесі деңгей 10 миллион теңге капиталы бар адам. 10 миллион теңге капиталы бар адам, олар орташа деген деңгейге жақын болатын шығар. Орташа деңгей. Бірақ средний класс емес. Средний класс емес, Қазақстанның примерно орташасы. Себебі 10 миллион теңгесі бар адам, ол жақсы шешім қабылдап 10 миллион теңгеге жеткен болуы мүмкін, немесе жақсы шешім қабылдамай-ақ 10 миллион теңгеге жеткен болуы мүмкін. Қарапайым алатын болсақ, 10 миллион теңге қазір көпшілік адамда бар. Мысалы, сіздің бір ескі машинаңыз бар, айталық Camry, Сараковка. Камри ескі бір машинаңыз бар, әлі квартираңыз жоқ, мүмкін жинап жүрсіз, мүмкін жинап жүрген жоқсыз, тағы да 1-2 мүліктеріңіз бар, мүмкін тағы да кішігірім ақшаларыңыз бар. 10 миллион теңге деген примерно осы, примерно осы. Ары қарай бұл ақша сізге негізі дұрыс қолданса, ақырында пассив кіріс алып келуді бастауы мүмкін. Мысалы, қате шешімдердің бірі қалай? Сіздің егерде 10 миллион теңгеңіз болса, Сараковка алу деген әдетте қате шешім. Оның орнына сіз все еще автобуспен жүретін деңгейдесіз да. Все еще біздің енді Қазақстанда үлкен қалаларда автобуспен жүру қатты, кішкентай қалаларда да автобуспен жүру қатты қиын емес. Все еще автобуспен жүретін деңгейдесіз. Бірақ ана қалған Camry болса, Camryді сатып, мүлікті сатып, оның бір бөлігін 6 айға жететін сома. Яғни сіздің 10 миллион теңгеңіз бар болса, жалақыңыз да все еще бір 300 мың, 500 мың арасында болады. Немесе бір табатын табысыңыз да сондай болады. Бірақ қателеспеңіздер, 10 миллион теңге деген сақтап тұрған 10 миллион теңге емес қой. Ал осылардың барлығын ақшаға айналдырып, ақырындап бір бөлігін, айталық бір 3000 долларын доллар күйінде сақтап қойып, 3000 доллар деген ожыдан 1,5 миллион теңге да, айталық 4000 долларын сақтап қойып, 8 миллион теңгесін ақырындап инвестиция жасауға қолдануға болады. Мысалы, қарапайым түрде облигацияны алатын болсақ, 22% беретін да, айталық 20% беретін облигация 8 миллион теңге жылына 1,6 миллион теңге сізге қосымша беріп тұрады. Айына шаққан кезде примерно 100 мың теңгеден чуть көбірек ақшаны сізге беріп тұрады. Яғни осындай пассив кірісті жасауға мүмкіндіктеріңіз бар. Бірақ әрине бұл әлі күнге дейін қаржылық еркіндік емес. Бұл сізге көмекші құрал ретінде, сіздің алдағы инвестицияңыздың фундаменті ретінде жұмыс жасай алады. Алдағы байлығыңыздың фундаменті ретінде жұмыс жасай алады. Бірақ тек қана облигация, тек қана акцияға салу міндетті емес та бұндай кезде. Бұндай кезде все еще әлі көп бөлігін сіз білімге, өзіңіздің тәжірибеңізді арттыруға жұмсау керек. Неге? Себебі 500 мың деген табыс ол сізге байлық алып келетін табыс емес. Ол үшін тым ұзақ күту керек болады, немесе кішкене инфляциядан қорғайтындай ол 500 мыңыңыз жыл сайын өсіп отыратын табыс болу керек та. Сол үшін өзіңіздің салаңызда тәжірибені арттыруға, мүмкін сол салада сіз танымалдылығыңызды арттыруға, тағы да басқа көбірек ақшаны жұмсау керек. Сол үшін әлі күнге дейін білімге жұмсау керек, бірақ бәрін емес. Бұл кезде сіз әлі әлемді шарлап саяхаттап кететін жағдайда емессіз, бизнес-класс самолетпен ұшатын жағдайда емессіз, әлі таксимен жүретін постоянно ондай жағдайда емессіз, мүмкін автобуспен жүрерсіз, ал ақшаның біраз бөлігін мүмкін алғашқы пәтер алуға жинау, отбасы банктың ішінде, алғашқы акцияларды алып сол саланы зерттеу, алғашқы облигацияны алып сол саланы зерттеу, мүмкін инвестициялық басқа мысалы жобалар болады да, соларға ақырындап көп емес, бір 500 мың теңгеден ақырындап салып көру деген сияқты. Сондай дүниелерді зерттеуге ең алғашқы қадам осы 10 миллион теңге. Келесі қадам, мынау 3-ші деңгей болды да. Келесі қадам ол 4-ші деңгей 50 миллион теңге. Себебі 50 миллион теңгеден кейін ары қарай кішкене өмірдің сапасы өзгере бастайды. 50 миллион теңге деген не?
Қарапайым айтқан кезде 50 миллион теңгені әркім әртүрлі қолданады, бірақ мысалы қаржылық сауаты бар адам қолданса, оның бір айталық пәтері бар. Ол яғни ай сайын пәтерге төлейтін ақшасының шығынын азайтқан, өзі сол пәтерде тұрады. Айталық бір бөлмелі пәтер болуы мүмкін, екі бөлмелі пәтер, енді қаласына байланысты пәтері бар. Жеке көлігі міндетті емес, бірақ айталық шығыны көп емес, жеке көлігі болуы мүмкін, немесе анда-мұнда таксимен жүретін адам. Саяхатқа әлі тұрақты түрде жыл сайын 2-3 рет, жыл сайын 1 рет саяхатқа шығуға әлі жағдайы жетпейді, бірақ шығып тұруына болады. 2-3 жылда бір шығып тұруына болады. Шетелге аралап көріп тұруға болады. Оның өзін кішкене ақшаны жинап, дұрыс жоспарлап. Сонымен қатар, оның 6 айға жететін, кемінде 6 айға жететін доллармен тұрған ақшасы бар. Одан бөлек кішігірім облигациясы, кішігірім акциялары бар. Ол оған белгілі бір дәрежеде пассив кіріс алып келіп тұрады. Мысал айтатын болсақ, қарапайым Астананың тұрғыны, айталық бір отбасы бар, мүмкін жаңадан отбасын құрастырып жатқан адам, 50 миллион теңгесі бар дегеніміз не? Астанада бір бөлмелі пәтер, оның бір 25 миллион теңгесін құрайды, бір бөлмелі пәтер. Көлігі бір 10 миллион теңгесін құрайды, айталық, сонда 35 миллион теңге болды да. Ананың бір 5 миллион теңгесі, мүмкін 5 миллион емес, там 4 миллион теңгесі, оған ай сайын даже 3 миллион теңгесі шығар. Айына жететін, 6 айға жететін ақша, оның табысы сөйші керемет емес, бір 500 мен 1 миллион теңгенің арасында болуы мүмкін. Бір 6 айға жететін ақша, қалған бір 12 миллион теңгесі белгілі бір инвестицияларда жатыр. Ол мүмкін жаңа пәтерге инвестиция жасап жатыр, мүмкін ақшасының бір бөлігін облигацияда сақтайды, бір бөлігін акцияда сақтайды. Жалпы бұдан оның пассив кірісін тым үлкен емес, бірақ кішігірім пассив кіріс бар. Осы жерде пассив кіріс тұрғысынан таңдау жасайық. Егер де сіз осы 50 миллионның деңгейімен тоқтап қалам десеңіз, онда қалған ақшаның бөлігін полностью сізге ай сайын ақша алып кеп тұратын активтерге салсаңыздар болады. Мысалы, дивиденд беретін акциялар, немесе 22-20% беретін облигацияға қалған 10 миллион теңге, 15 миллион теңгені салып қойсаңыз, мысалы 20% беретін, сізге жылына 3 миллион теңге береді. Ай сайын ол 250 мың теңгенің шамасында беріп отырады. Жеткілікті болса, енді жұмысыңызға қосымша жеткілікті болса, осы деңгейде қалып қоям десеңіздер, барлығын соған салсаңыздар болады. Бірақ мен деңгейімді өсіргім келеді, бұл деңгейде қалғым келмейді десеңіздер, ақшаның көп бөлігін ETF, ETF немесе акцияларға салған дұрыс. Сол кезде немесе бағасы өсетін пәтерлер бар да, мысалы, сондай дүниеге салған дұрыс. Солар сіздің капиталыңызды ұлғайтады. Иә, олар сіздерге ай сайын ақша беріп тұрмауы мүмкін, пассив кіріс беріп тұрмауы мүмкін, бірақ ол сіздің ақшаңыз жай тұрмайды, бағасы өседі. Қарапайым мысал ретінде кеше бір студентіме келтіріп жатырмын. Егер де сіздің магазиніңіз болса, пассив кіріс дегеніміз не? Магазиніңізде сатушы бар дейік. Пассив кіріс деген не? Ай сайын ақша түседі, сол ақшасын өзіңізге алып қойсаңыз, ол пассив кіріс болады. Бірақ ақшасын өзіңізге алмай, магазинді дамытуға қайттан жұмсасаңыз, ол как раз таки акция сатып алу, тағы да басқа сондай сатып алу деген моменттерге өте ұқсас болады, немесе реинвестиция. Осы момент ескеріңіздер, әрине бұны детально зерттеу керек, бірақ примерно осындай деңгейде болады. Өмірдің сапасы уже более-менее бұл жерде, яғни медициналық сақтандырулары бар, ақырындап өзінің хоббилары ақырындап пайда бола бастайды. Мысалы, бір спортпен айналысады, жұмысынан тыс уақыты бар, жақсы жерде кейде тамақ ішеді бұндай деңгейдегі адамдар, яғни жақсырақ киінеді, өмірінің сапасы. Бірақ орта класс деген примерно осы деңгейден басталатын шығар. Келесі 5-ші деңгей, ол 100 миллион теңгенің деңгейі. 100 миллион теңгесі бар адам, ол капиталында, ол сөйші қаржылық еркіндікке жетпеген адам. Бірақ жақын, соның төңірегіндегі адам деп атайық та. Оның төңірегіндегі адам, ол кісіде әдетте мына бір 50 миллион теңгесі бар адамдардағы сияқты өмірі қатты бір ерекшеленбейді, бірақ өзін сезімі кішкене қауіпсізірек сезімде. Себебі ол капиталының уже көбірек бөлігін жаңағындай облигацияға салып, тұрақты табысын ала алады. Бірақ сонымен қатар акцияға да оның долясы біраз бар, оның бағасы өседі. Ол қосымша инвестициялық бір пәтер сатып ала алады. Соны мысалы арендаға береді, немесе арендаға беруден де жақсы стратегия, дұрыс жерден алып, оны кейін сатып көбірек ақша таба алады. Немесе коммерциялық недвижимость дейді ғой, мысалы коммерциялық бір офистер бірдеңені алып, соны арендаға беріп ақша табуға мүмкіндіктер бар, өзінің жұмысынан тыс, немесе негізгі табысынан тыс. Онымен қатар бір тәуір, бір 2 бөлмелі, 3 бөлмелі үйі бар,
Және қажет десе көлігі бар. Ол уже мына инвестицияның пассив кірісінің бір бөлігін жинай отырып, жылына бір рет немесе 2 рет саяхатқа бара алады. Уже жақсырақ киім кие алады. Қажет десе автобустан мүлде бас тартып, тек қана таксимен жүруге мүмкіндіктері бар. Сонымен қатар бос уақыты көбірек. Енді осы жерде тоқталып кетейік. Біздің ақшамыз неғұрлым көбейген сайын бос уақытымыз соғұрлым көбею керек. Әйтпесе ақшаның мағынасы жоқ та, біздің капиталымыздың мағынасы жоқ. Көпшілік адамдар ақшасы көбейген сайын ол өзіне қосымша шығындарды сатып алуға тырысады. Қосымша шығын деген не? Мысалы сіз ақшаңыз көбейді, бірден айталық 100 миллион теңге общий капиталыңыз бар. Бірден сол 100 миллионның 50 миллионына үй сатып алсаңыз, оның 50 миллион жұмыс жасап жатқан жоқ. Оның бағасы өсіп жатқан шығар, бірақ ай сайын сіз оның коммуналкасын төлейсіз, ай сайын сіз сол жерде өмір сүресіз, сіз оны астыңызға басып отырсыз да, ол сізге қосымша ақша алып келіп жатқан жоқ. Қалған 50 миллионның 15 миллионына машина сатып алсаңыз, ол машинаның ай сайынғы шығыны жеткілікті, яғни қосымша бір бала туып алдыңыз, ол да тамақ жеп тұрады да, сіз оған ай сайын ақша төлейсіз. Қалған айталық сізде 35 миллион. 35 миллионның дейтін там 35 миллионның барлығын дейтін сіз инвестицияға салмай, айталық бір бөлігін дейтін просто подушка безопасности деген болады. Соған сақ қойдыңыз. Бір бөлігін просто наличкамен ұстап тұрсыз. Бір 20 миллионын ғана инвестиция жасасаңыз, сіздің общий 100 миллион капиталыңыздың 20% ғана ақша тауып тұр. Желательно капиталы 100 миллион бар адам желательно ақшасының кемінде 40%, желательно 50% ақша алып келіп тұрса, ол жақсы. Және ол инвестициясынан түскен табысының барлығы емес, табысының үлкен бөлігі қайтадан сол инвестицияға салынғаны дұрыс. Бір 10%-ын ақырындап жинап саяхатқа, басқаға жұмсауға болады. Осы деңгей. Ары қарай уже қаржылық еркіндік деңгейі басталады. Ол 500 миллион теңге капиталы бар. 500 миллион теңге капиталы бар деген, оның өзіне ұнайтын үйі бар. Өзіне ұнайтын көлігі бар, мүмкін отбасына тағы да қосымша дүниелері бар. Және оның осы бір капиталының, осы үй, көлік деген сияқты базалық қажеттіліктерін жабуға капиталының 30% жеткілікті. 30%. Қалған 70% пассив кіріс алып келуге жұмыс жасай алады. Пассив кіріске алтынға салады, акцияға салады, облигацияға салады. Оның тоже доллармен тұрған бір 50 мың доллар, 100 мың доллар делік қауіпсіздік қоры бар. Оның белгілі бірнеше арендаға беретін, айталық жылжымайтын мүліктер бар. Ол коммерциялық жылжымайтын мүлік, немесе пәтер болуы мүмкін, әртүрлі болуы мүмкін, офистар болуы мүмкін, немесе айталық ол мысалы қосымша бір көлікті алып арендаға береді. Әйтеуір пассив кірістің жолдары бар. Осы түскен ақшасы оған ай сайын бір айталық 4 миллион теңге, 5 миллион теңге, мүмкін одан да көбірек, егер жақсы инвестиция жасаса, пассив кіріс алып келе алады. Яғни ол осыдан кейін ары қарай жұмыс жасамай, ортадан жоғары, яғни комфорт деңгейінде өмір сүре алады, пенсияда спокойно өмір сүре берсе болады. Осындай деңгейдегі адамдар. Яғни 1 миллион доллар біздің Қазақстан үшін айталық жақсы өмір сүруге жеткілікті деңгей. 1 миллион доллар. Келесі деңгей, соңғы деңгей, ол 7-ші деңгей. Айталық, ол уже доллармен сөйлесек, 10 миллион доллардың деңгейінде. 10 миллион доллар біздің Қазақстан үшін полностью қаржылық еркіндіктің деңгейі. Яғни ол өзінің уже шығындары туралы көп ойланбай қойса болады. Күнделікті не шығындалып жатыр, қайда кетіп жатыр, онда көп ойланбай қойса болады. Өзінің капиталының 80-90% қосымша ақша алып келуге жұмыс жасайды. Яғни оның әрбір инвестициясы мүмкін сәтсіз бар, олар уже қосымша 9 миллион доллары дейікші, айталық 9 миллион доллары қосымша жылына жай ғана доллармен 10% алып келіп тұрса, ол үшін әрине ол жатып қойып көзін жұмып қойып отырмайды, ол күнделікті соны зерттейді, жұмыс жасайды. 900 мың доллар ай сайын алып келіп тұрады. Жыл сайын 900 мың доллар алып келіп тұрады. Айына почти 100 мың доллар ол Қазақстанда өте керемет өмір сүруге жеткілікті. Яғни 10 миллион доллардан жоғары қарай уже мүлде жаңа деңгей, элиталық деңгей болады. Бірақ 10 миллион доллардың деңгейіне жетсек, біз Қазақстанда өте дәулеттілердің қатарына қосыламыз. Келесі деңгейлер әрине олар өте бар шығар, бірақ менің аудиториям үшін
мен үшін де әзірге осы жеткілікті. Мен ары қарай не болатынын нақты білмеймін, бірақ менің қазіргі деңгейім осы соңғы 7-ші деңгейге ұмтылудың үстіндемін. Алғашқы 6 деңгейден 6-шы деңгейдің міне соңғы мәресіндемін. Бұйырса осыны бітіріп 7-ші деңгейге ұмтылудың төңірегіндемін. Осы деңгейлердің барлығын салыстырып көріңіздер, менімен келіссеңіздер, лайк басыңыздар, өздеріңіз қандай деңгейдесіздер, капиталыңыздар есептеп, сол мен мынандай деңгейде екенмін, бірақ менің өмір салтым мынандай деп жазыңыздар. Сол жерде мен сіздерге осы жолда инструкция бердім, ол қалай кішкене қаржылық сауаттырақ жұмсауға болатын ол ақшаны. Соны ақырындап зерттеп көріңіздер. Мүмкін келесі видеоға идеяларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, тоже жазыңыздар. В общем, комментарийді көп жазсаңыздар, бұл видеоны көп адам көреді. Поделиться деп туысқандар, достар деген группаға жіберіңіздер. Себебі біз енді сіздің дамушы ортаңыз болмаса, онда сізге даму қиын болады. Ал дамушы ортаны ол аспаннан пайда болмайды, өзіміз жасаймыз. Осындай видеоларды көреді, осындай дүниелерді қарайды да. Сондықтан осындай дамушы орталарыңызға кішкентай үлес қосып, мына видеоны поделиться деп WhatsApp-та жан-жаққа таратып жіберіңіздер, достарыңыздың арасында көрсін. Келесі видеоларда кездескенше.